Елімізге Путин келіп, Қазақстан орыс тілді мемлекет деді. Соған біздікілер кәдімгідей аласырып, бұл қай басынғаны, бұл не деген сұмдық, бұл деген бассыздық қой дейді. Путиннің айтқан өтірік па не? Рас қой. Жүрсіңдер ғой екі қазақ бір-біріңмен орысша сөйлесіп, жүрсіңдер ғой бала-шағаларыңды орыс балабақшаға беріп, орыс мектептерге беріп, өтірік па не? Рас қой. Ол ақиқат қой. Я? Екі қазақ тұрады бір-бірімен орысша. Прикинь, вчера такое было деп. Күйіп бітесің ғой, күйіп. Ол тек Путин ғана емес, кез келген мемлекеттің адамы келсе солай айтады. Барлығы біздің елге не үшін келеді жаңа орыс тілді мемлекеттерден? Себебі барлығы айтады, Қазақстанда орыс тілі дамыған, Қазақстанда тілден зәру көрмейсің дейді. Оған кім кінәлі? Біз кінәліміз, өзіміз. Біле білсеңдер. Я? Енді қазір маска киіп алып, ойбай, деудің қажеті жоқ. Бәрін өздерің істедіңдер. Бәріне өздерің кінәлісіңдер. Бала-шағаларыңа әке, шеше, ана деп айтқызудың орнына, ой, папочка, ой, мамочка деп. Ана қатындарың жүр, блядь, қазақ қатындарың. Сына, доча, а пойдем к Жеке, а пойдем к дедушке деп. Факт қой, факт. Неменеге өтіріп маска киіп алып, деп атсың да? Ел болам десең бесігіңді түзе дейді. Ел болам десең бесігіңді түзе дейді. Бала-шағаң ертеңгіні осындай сөз естімесін десең, бала күнінен бесіктен оған бесік жырын айт қазақ тілінде. Бала күнінен оның миына құй қазақ тілін. Қазақ мектепке бер, қазақ балабақшаға бер. Ұлтына, еліне қызмет етуді үйрет. Әжека, бабушка, дедушка, доча, сына демей. Әке деуді, шеше деуді, ана деуді, әже мен ата деуді үйрет. Жеті атасын үйрет. Кебап енді өздерінше дейді ғой маған. Қайда болдыңдар 30 жыл бойы? Құттыңдар осы қазақ тілін өздерің ақ. Бір-біріңмен орысша сөйлесесіңдер, адам нервісін келтіріп. Өңше, маска кимей ақ қойыңдар өйтіп жарай ма? Бәріне кінәлі өзіміз біз. Өтірік емес, рас. Ана кеттіңдер алдында анау. Жаңағыдай бір саммит болса, саммит бектеп қойып баланың атын. Қазір анау арапқа еліктеп, араптың аттарын қоя бастадыңдар, ол да ақиқат, кәдімгі. Қайда қалды Хақназар, қайда қалды, қайда Қасым қалды, әділет қайда қалды? Жоқ қой, жоқ. Риен дегенде шығар міне. Так что кінәні біреуден іздемеңдер. По факту кінәлі өзімізбіз. А Путиннің айтқаны по факту рас. Жанымызға тисе де күйіп кетем мен де, күйіп кетем сол сөз естіген кезде. Бірақ ақиқат.